Ассалаумағалейкум. Бүгін студиямызға жаста болса қазақтың дәстүрлі әнін дәріптеп жүрген сахнаның майталманы Дәулет Стамғазиев бауырымызды шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Істеп атқан жұмысыңызға Аллах тағала береке берсін. Мына Хазіреті Али деген пайғамбарымыздың күйеу баласы болған. Сол кісінің айтқан мынандай сөзі бар екен. Адамдардың тәні шаршағаны секілді, жүректер де шаршайды дейді. Сендер оны бір мезгіл хикметпен дем алдырыңдар деп айтқанда. Ал енді қарасаңыз, расымен де жүректер шаршайды. Шаршаған кезде оны әркім әрқалай дем алдырады. Соның біреусі, әлбетте, ол біз көбінесе қазақтың осы халық әнін, болмаса дәстүрлі әндерін біз жақсы көреміз. Сонымен көбінесе жанымыз жай тауып жатады. Солай ғой. Ал енді мына Абай атамыздың мынандай бір айтқан сөзі бар екен. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Жүрекке түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй дейді. Расымен де осы қазақтың дәстүрлі әні, ол енді жүрекке қаншама ой салатын. Мысалға мен өзім дін саласында қызмет етсем де, оны діни алдыма келген адамдар болатын болса, мен оны уағыздап жеткізем дінді. Ал енді сіз болсаңыз сахнада, болмаса тойда, сіздің алдыңызда да сондай. Менің алдымда діннен хабар бар адам болса, сіздің алдыңызда діннен хабары жоқты адамдар отырады. Солай емес пе? Соны сіз осы бір қазақтың ұлттық өнеріменен тамаша дәріптеп жүрген жан ретінде сізді шақырып отырмыз. Осы қалай сізге қояр сауалым да осы жерде. Қазақтың осы ұлттық өнерін дәріптеуде жетпей жатқан кемшін тұстары бар ма? Енді бірден осыдан бастады деп ойламаңыз. Артықшылығын бірінші өзі халық тыңдағанда, қазір байқайсыз ба, мына жаңалық тыңдаған кезде біреуді зорлап кетті дейді, ең соңында айтады байқасаңыз. Бәріміз соны көзіміз бақырайып тыңдап, өйткені халық бірінші жаман жағын тыңдауға дайын тұратын сияқты. Сондықтан да мен де сондай сұрақ қойып отырмын. Жақсы жағын соңына қояйық. Ең алдыменен қандай бір кемшін тұстары сізде осы халықтың ұлттық өнерін дамытуда кедергі болып жатқан тұстары бар ма? Енді бұл қазақтың өнерін енді жалпылама айтқан кезде, бұл енді менің тарапымнан, менің өзімнің ойымнан деген нәрсе ғой. Қазір бұлай айтқан кезде жеңіл әндер көбейіп кетті қазіргі таңда. Мынау баяғыдағы біздің ақан сері, біржан сал, үкірі бұрай аталарымыздың мысалы әндері қандай керемет еді. Түбіне дейін жеткізіп, адамның ойындағы, ішіндегі айталмай тұрған нәрсесін тек жай ғана өлеңмен, әнмен ақ жеткізетін еді. Ал енді қазіргі уақытта шынына келген кезде енді ол мен айтпасам да ол халықтың өзі де біліп тұр ғой енді. Жалпы қазір енді ән өнері кішкене қазіргі таңдағы қатты жеңіл болып кетті. Әннің ғұмыры ұзақ болмайды қазіргі таңдағы әндер. Ары кетсе бір 2 ай, 3-4 айдан кейін, содан кейін қалады. Жаңа ғана сөз бар ғой, естен айт, болмаса ескен айт деген. Көрдіңіз ба? Сол себептен мен ойлаймын, қазіргі таңдағы әншілерге мынандай емес, жалпы мағыналы сөзі дұрыс ән таңдаған жақсы ма деп. Мен бір ретте бір Мейрамбек ағамыздың жаңағы сұхбатын көріп қалдым. Мейрамбек ағамыз айтады, маған дейді, сенесіңдер ме дейді, күніне қанша мән келеді дейді. Бірақ мен оның бәрін орындап атқан жоқпын ғой дейді. Мен ең бірінші әннің сөзіне мән берем. Әннің сөзіне мән берем, мағынасына мән берем. Одан кейін барып ол көңілден шығып ататын болса ғана орындаймын дейді. Көрдіңіз ба? Сол сияқты. Ал енді біздегі қазір қалай? Ән келеді, тыңдайды. Мынау жақсы ән екен дейді. Мынау той іске қып шығарайық та, тойға билеткенге дей салады да, көрдіңіз ба? Енді мен ойлаймын, сол кішкене бір әннің мән мағынасы, сөзіне, күйдім, сүйдім, ойбай деген нәрселерге қатты бір мән берудің тоқтату керек сияқты деп ойлаймын. Тура осы жерде және Абай атамыздан артық ештеңе айта алмаймыз ғой енді. Құрайқай бақырған құлаққа ән бекен, өнерсіз шатылған кісіге сән бекен дейді. Шынымен де бір өнерсіз дүниені кез келген сала, бұл тек қана бір сахнада өнерде жүрген сіздер жақтаған емес, ол кез келген сала. Ол дін саласында да бар. Мысалға, ол анау жоғары жақта қызметте отырғандардың арасында да бар. Дана халқымызда айтады ғой, бақшабама, бапшабама деп. Біреудің бабы келді, біреудің бағы жанды деген сияқты. Осы дүниелер, былайша айтқан кезде сахнаны
былғап та жіберетін. Енді сахнаны былғап та жіберетін болған кезде ең менің ойым енді ол мысалы әншіні биікке көтеретін де өшіретін де халық қой негізі. Шынына келген кезде. Енді жалпы қарапайым халыққа сондай жеңіл әндер жетіп жатқаннан кейін оны жеңіл қабылдап жатыр. Ал бірақ кезіндегі осыдан бір қаншама жылғы әндер шықты ғой. Мысалға алтынай арманай ол да махаббат жайлы да. Бірақ сол әндермен мынау қазіргі 90-91 жылғы әндермен қазіргі мынау 24 жылдағы әндер екеуі де махаббат. Бірақ мынау әннің ғұмыры ұзақ, мағынасы дұрыс, сөзі дұрыс, әні дұрыс. Кәдімгідей әнді тыңдаған уақытта бір рахаттанып отыру керек қой. Мен мысалға азанда жаңағы жолда келе жатқан кезде радионы қосам, болмаса жаңағы ұялы телефонымда жазылған әндерді қоям. Ең бірінші менің түсінгенім адамның миы демалу керек қой негізінде. Ән тыңдаған кезде сенің миың демалу керек, сенің жаның рахаттану керек. Сол алдында бір рет келе жатып, сол бір радионы қосып қалдым. Тыңдап келе жатырмын, бір андай бір ми демалып, рахаттанып тыңдайтын бір ән тыңдай алмадым шыны керек. Ол бір өзім менде әнші болғаннан кейін бір енді қарға қараған көзін шықмайды деген емес. Бірақ енді жалпылама ол енді бәрібір ол біз жасырғанымен ол халықтың бәрі өзі көріп тұрған дүние. Бірақ менің ең соңғы жаңағы бір сөз айтарым, халық таңдауын жасап жатыр ғой. Сол жеңіл нәрсені халық таңдап тұрды, көрдіңіз ба? Рас айтасыз. Одан кейін байқап қарасаңыз, мына тәуелсіздікке дейін, тәуелсіздіктен кейін дейікші, 91 жылға дейін дүниеге келгендер бар. Біздер 91-ден кейін дүниеге келгендер бар. Екеуінің жалпы өнердегі таңдау көзқарасы екі түрлі. Біздер жаңағы сіз өзіңіз айтып отырғандай дәстүрлі әндерді жанымыз сүйіп тыңдайтын. Біз содан рахат алатын адамдармыз мысалы. Ал енді қазір мысалға менің үйімнің қасында әлгі қыста коньки тебетін жер бар. Сол жерге жастар келеді. Жастар өздерінің музыкасын қояды, бізге естіліп тұрады. Ол музыкадан біз ештеңе ұғып жатқан жоқпыз. Ал бірақ қазіргі дәстүрлі әндердің орнын солар жауып бара жатыр. Қалай десе де келешекте бұл өшіп қалмай ма? Біздің дәстүріміз. Жоқ, енді қазіргі мынау жаңа айтып отырсыз ғой, сіз жаңағы тәуелсіздікке дейін, тәуелсіздіктен кейін деп. Мынау осы тәуелсіз алғаннан кейінгі де жастар да бар арасында. Жоқ деуге болмайды. Әлбетте. Оларды жаңағы тізімнен сызып тастауға да болмайды. Баяғыда енді әр жерде жүреміз ғой, жаңағы біз енді дәстүрлі әнді орындағаннан кейін әр адамның ойы әртүрлі, миы әртүрлі. Жаңағында Біржан Салдың әнін орындап тұрсам, он саусағын бір баспай, жүрмін қалай жер баспай, жеген тойдың ішінде ән салушы осылай гай деп тұрып орындап тұрсам, жаңағы ар жақта жаңағы көрерменнің қастарында жаңағы біздің адамдар тұрған ғой. Сөйтсе ән айтып шыққаннан кейін маған айтып, мына жақта қыздар не деген білесің бе? Мынандай ән айтатын адамдар әлі тірі екен ғой деп айтады дейді. Көрдіңіз ғой. Сол сияқты біреудің жаңағы ойы дұрыс, қабылдауы, ми қабілеті дұрыс, біреуінікі басқалай қабылдайды. Ол осы мысалға кезіндегі әндер, мен мысалы Музарт бізді тыңдап өскен енді жаңағы кеше ғана осы дүние болды. Жаңағы бір жерде отыр едім, Музарт тобының әні қосылды да, айта алмай саған тіл қатып деген кезіндегі керемет әндер ғой. Сөзі де жақсы, әні де жақсы, бір тыңдаған кезде рахаттанып тыңдайсың да. Мен айтамын да, қандай әндер еді деп айтып жатырмын да. Сол сияқты бұл жалпы ән өнеріндегі жастардың біздің қазіргі уақытта баяғы мынау дәстүрлі әнді өшірмейтін жастар да бар. Ал бір адамдар бар, дәстүрлі әнші болып келе жатып, кәдімгі мынау қой мынау бағыт болмайды. Мен жастар тыңдайтын талапқа қарай кетуім керек деп. Сонымен кетіп қалатындар да бар. Енді мынау қазір TikTok деген жақсы болды ғой. TikTokқа кірген кезде сіз бір видео салатын болсаңыз, ән салатын болсаңыз, сіздің жаңа поколение бойынша сенің әніңді қанша жастағы адамдар тыңдайды.
мен енді өзім жас болсам да, бірақ мені тыңдайтын, мен енді жаңағы дәстүрлі әндер айтамын, жаңағы қазақи әндер, қазақилықты жаңағы иісін шығарып жүрген азамат болғаннан кейін, сондайға қарай кішкене жан дүнием жақсы да. Өйткені бала күнімізден біз деген ойпырмай, әке-шешеміздің жаңағы домбырамен сөйтіп ән айтып отқандарын тыңдап өскеннен кейін сол жан дүниеде бар. Сол мен қарап отырсам, менің әндерімді, менің орындауымды 50 жастан кейінгілер тыңдайды екен ғой. Көрдіңіз бе? Сізге бұл қалай, қаншалықты әсер етеді? Мысалы, өзіңіз де жап-жассыз ғой. Мысалы, жастардың шіркін енді қалай дегенмен де өз жасыңызда жастардың тыңдайтын жағына ғана бұрылғыңыз келмей ме деген? Ондайға енді мен өзімнің жан дүнием қаламайды. Адам ең бірінші өзінің жан дүниесі қалайтын нәрсемен айналысқан жақсы ғой. Жаңа айтып отырмын ғой, мен бала күнімнен менің әкем де шешем де осы қазақтың өнерін биікке жетелеген азаматтар, азаматшалар болғаннан кейін кезіндегі сол бабалардың әндерін айтып отырады. Мысалы, мен ана қазір енді жаңа ғана Жүргенов академиясының оқуға түскен уақытта мен негізі бірінші мамандығым актер мамандығы, театр актері. Одан кейін бүйтіп ойландым, есің барды елің тап, ары қарай осы біздің енді Алла тағала берді ғой, енді көмейімізге бір әдемі үнімізді қосып қойды. Осыны пайдалану керек, айту керек, халыққа жеткізу керек, керемет әндерді жаңағы айтқандай, мынау қазіргі заманның әндері мынау баяғы заманды басып кете ме деп жатсыз ғой, соны бастырмау жолында қызмет жасап жатырмыз. Тура осы жерде сізге бір сауал. Енді сіз кәсіби шоуменсіз, біз солай деп те танимыз. Енді жастар тіліменен айтатын болсақ, енді ол көбінесе мына той томалақ, мысалы мерекелік жиындарда көбірек пайдаланатын жағы сол емес пе өзі көбінесе. Ал енді осы жақтарда адамдарды, мысалға той жасаушы, мерекелік жиындар жасау жағында халықтың сұранысы қай жағына жалпы? Осы кәсіби дәстүрлі әнге қарай ма, жоқ жаңағы өзіңіз айтып отырғандай жеңіл желпі жағына қарай көп сұраныс бола ма? Енді мынандай жаңағы біз енді той, мен жаңағы айтып отырмын ғой, бір шетінен өзім жаңағы асабалығым бар, той жүргізуім бар. Одан қалып жатса жаңағы осы дәстүрлі әнімізді ары қарай дәріптеп жүрміз. Баяғыда әкем айтатын еді, балам, мен болдым, толдым деген ол адам болды дейді, ол адам қатарына жатпайды ғой дейді. Сен ер азаматсың ғой дейді. Сен жан жақты болу керексің дейді. Сен өнер адамы деген кезде пақ шіркін қайсысы бұл деген қараған кезде саған сүйсініп қарау керек дейді. Мен осы сөзді осындай бір екінші адамнан естідім. Себебі анау әлемге қазір әйгілі болып жатқан Димаш Құдайберген өзі бір керемет тамаша бала екен. Өзі расымен де әке көргені, ана көргені білініп тұрады екен. Бұл мәңгілік емес қой. Екінші міне қазір сізден естіп отырмын да соны. Былайша айтқанда, бұл жерде мен байқағаным, қанша сахнада жүрсең де тәрбие бірінші орында тұрады екен, солай ғой? Әрине. Міндетті түрде тәрбие. Жаңағы бір той, жаңағы тойға барамыз, жаңағы той жүргізіп жатқан кезде жас әншілер келеді. Үлкен ән, жаңа үлкен буындағылар келеді, енді бәрі келеді ғой. Жалпы әншілер туралы әңгіме болып отыр ғой енді бұл жерде. Үлкен буындағыларды мен енді былай ғой, мысалы той жүргізіп тұрған уақытта үлкен буындағы әншілер келсе, аға, кішкене мына жерге дастархан жайып қойып еді, отырып бір шайыңызды ішіп жіберіңізші, оған дейін мына жақта бір тостымызды беріп алайық деп едім. Ой, Дәукебай, болды. Бірақ оның тойы кәдімгідей ол легенда адам да, легенда адам. Ол кәдімгідей қарапайымдылыққа салынып, болды, жарайды. Енді әйтеуір бастысы мына бір тосттан кейін жіберсең болды дейді. Ал енді мынау қазіргі жастар келеді, бол, ойбай жібер. Ей, бір тост беріп алайыншы ана жаққа. Ой, дастарханыңа да рахмет болды дейді. Енді ол тойғандық деп айтуға болмайды шығар, бірақ кішкене осы жерде былай айтса бола ма? Мысалы мына және Абай атамыздың айтқан сөзі бар екен. Мына енді ол да бір бақ қой. Жаңа сіздің айтып отырғаныңыз Құдайдың берген біреуіне әлгі бақша болма, бапша болма, бабы келді, бағы келді деген сияқты. Абай атамыз айтады, қуанбақтық пен бақ дейді.
мастықтың бір түрі дейді. Жалпы енді байлық, жиған дүние, келіп жатқан нәрсе, бұл да бір мастықтың бір түрі дейді. Мыңнан бір ақ адам артын ашпайтұғын ақылы бойында қалады дейді. Сонда мыңнан бір ақ адам болады екен. Ол мейлі қай салада, ол былайша айтқан кезде ол дүние, ақша деген нәрсе адамды ол өзгертеді. Өзінің ең алғашқы әу бастағы жаратылысын, өзінің ойындағы дүниесін ақшасы болған кезде кез келген адам шығарып бере салады екен. Ол былайша айтқанда мен оны істеймін демейді, бірақ оның жан дүниесінде не қайсысы көп болды, сол дүние шығарып береді екен. Енді мен ойлаймын да, бұл жерде енді ол Алла тағала әр адамға бақ береді ғой. Иә. Әр адамға береді. Кез келген адамға береді. Дұрыс қой, өзінің сүйікті пендесіне береді. Бірақ енді бақ берген екен деп ойбай деп астым тастым деуге де болмайды ғой. Жаңағы әңгімеге келеді да, бұл жерде ең бірінші осы жаңағы жалпы өнерге біз қалай жүрдік? Жаңағы әкенің тайт дегенімен жүрдік. Шешенің, ей балам, үлкеннің батасын ал. Ей балам, үйден шығатын кезде осы баламның абыройын асақтатып қой деп үйден шығатын кезде бата беріп шығарып салады. Сол нәрсемен жүргеннен кейін мысалға сыртқа келген кезде бүйтіп кердеңдеуге болмайды ғой. Ей, мысалға біздің енді мойында қаншама жүк тұрғаннан кейін де ертең ананың баласы ма дейді да. Көрдіңіз бе, жаңа ғана тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп. Сонда сол үлкен адам деген ән сахнаның, халықтың назары бері қарай бұрылғаннан кейін мен ойлаймын, әр адам өзінің санасымен ойлану керек, оның мойнында үлкен жүк тұр. Негізі естігіміз келген дүние осы болған. Өйткені енді қалай дегенмен де ат тұяғын тай басар дейді ана халқымызда. Сіздің артыңызда ертіп келе жатқан қаншама жастар бар. Қазір осыны көріп отқан қаншама жастар болады. Одан кейін сізді көргеннен кейін әрбір жас өнерге келген кезде бірінші орында не тұру керек екен ойлану керек та. Ата-ананың батасы, олардың ақ көңілі, одан асып ешкім ешқайда кете алмайды. Дана халқымызда айтады ғой, баталы құл арымас, баталы құл арымас, батасыз құл жарымас дейді. Осы жерде ең алғашқы бата ол ата-анадан ғой. Осы дүниені жалпы өнерде жүрген сізден естігеніме мен үлкен бір өз басым қуанып отырмын. Өнеріңіз өрге бассын. Аумин, рахмет. Енді мынау артта келе жатқан, бізде жаспыз ғой енді, бір артта келе жатқан деп те айтуға да болмайды. Жалпы жастарға айтарым, өзімнің кішкене осы өнер ойбай мынау менің даусым бар екен, менің әнші болып кетуім керек, болды мен хит болып кетуім керек деген нәрсені, ол әрине ол адамның ол мақсаты, арманы болу керек, міндетті түрде. Бірақ соны армандайсың, тілейсің, дұға жасайсың, саған Құдай береді да бақты. Одан кейінгі нәрсені де ойлау керек та ары қарай. Мен андай сөз бар ғой, жаңағы ана жігіттігіңе сын келтірме, сен азамат болғаннан кейін пақ шіркін деп айтатын азамат болу керексің деген. Жалпы бұл өнер болсын, қарапайым жаңағы маман иесі болсын, жалпылама айтылған да. Ер азаматтың жаңағы сенің сүйсініп, тамсанып тұру керек деп. Сол себепті мен ойлаймын, енді мынау қазіргі шығарылып жатқан, қазіргі шығып жатқан қыз жігіттердің барлығына өзім бір дос ретінде, бауыр ретінде, таныс ретінде, жай ғана бір дәулет ретінде деп айтайыншы енді. Кішкене ән шығарғанның өзінде де бір жақсы ән, ғұмыры ұзақ болады-ау. Мен тек осы тойға барып бір 100 мың, 200 мың теңгені көлемінде ақша тауып, бір күнде 5 той орып, 1 миллион теңгем қалтама салбасам деген нәрсені кішкене тереңірек дұрыстап ойланған дұрыс па деп ойлаймын. Осы жерде өйткені сөзге мән беретін адамдар бар. Ол ойламау керек, бәрі тарсылдатып билей бермейді елінде. Оның ішінде мысалы өзімізде тойдан қалмаймыз ғой, әрбір нәрсенің сөзіне мән беріп отырамыз. Сондықтан да ол да бір уағыз насихат, өлеңнің өзі бір үлкен бір уағыз насихат. Ана сөзін тыңдап отқанда кәдімгідей ойланып отырасың. Мысалға Жәнібек Кәрменовтің өлеңі бар, адам болып келдім өмірге, адам болып кету тілегім. Баршаңа соны тіледім деп, былай қарасаң, өмірге не үшін келгеніңді, адам болып келдің, адам болып кету қарабас. Бірақ сол қарабас өлең ғой.
соның ішінен аламыз. Ал одан кейін мына қазақта айтады ғой, өлең айтсаң да жаныңды жеп айтасың деген сөз бар. Енді бұл бір оңайшылықпен келетін дүние емес. Жаңа өзіңіз жастарға тамаша бір өсиет айтып, үлгі көрсетіп жатырсыз. Бірден келе қалам деу жағы болатын шығар. Өзімізде жас болдық, аспаннан түскен жоқпыз. Генералдықты армандамаған солдат емес дейді. Бірден солай болып кетуді қалап тұрамыз. Сонда болу, үлкен дайындық деген жағына әсіресе мына фонограмма деген жағын қалай айтар едіңіз? Жоқ, қазіргі уақытта фонограмма азайды ғой. Қазіргі уақытта фонограмма азайды. Мысалы, Республика сарайына концерттерге баратын болсаңыз, қазір бар көбісі живой. Жанды дауыста айтады. Тау шіркін. Негізі бар ғой, осы нәрсе қажет. Өйткені айналып келгенде бәріміз мұсылманбыз ғой. Пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар ғой. Бір адам сұрайды, ей Алланың елшісі, мұсылман адам қорқақ болуы мүмкін ба дейді. Мүмкін дейді. Мұсылман адам біреуді өлтіріп қою мүмкін ба байқаусызда? Мүмкін дейді. Мұсылман адам өтірік айтуы мүмкін ба дегенде жоқ дейді. Өтірік айтушылар бізден емес дейді. Сонда қарап тұрсаң жаңағы нәрседе енді бір жоқ, енді ол фонограмма менің ұғымымда енді әрине ол жанды дауыста айтқан, ол әрине жақсы. Бірақ енді сол фонограммаға өзінің дауысымен жазғанда ол басқа біреудің мысалға мен аламын, әлбетте. Басқа біреудің дауысымен шығып алып тұрсам, ол өтірік болып кетеді. Көрдіңіз ба? Ал енді ол өтірік деп те айтуға болмайды ол. Өйткені ол жаңағы студияға барып өзінің дауысын жазған. Дұрыс айтасыз. Енді әркім мен мүмкін тура соның үстінен бүйтіп айтып қалған шығармын енді. Кім болса да өз саласында жұмыс істеп жатқаннан кейін жан салады. Сол емес пе? Сіз де өз салаңызда жан саласыз. Бізде мысалға өз жұмысымызда шіркін-ай деген, әркімде бір әттеген-ай деген дүние болып тұрады ғой, көкең. Осылай болса екен деп. Бірақ түбіне келген кезде, сізден жаңағындай сахнаға шығып жатқанда, қазір ол дүниенің азайып бара жатқанын естіген кезде, кәдімгідей бір сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел дейді ғой. Сөздің түзеліп келе жатқаны болса, онда халық алысқа кетпейді. Иә, енді мен жаңағы нені әңгіме барысында айтайын деген, әншілер неге мынандай, әншілер неге сондай деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ әнші болу, мысалы халықтың алдына шығып, ой, анау әншілер ме, ой деген сөздің өзіне жетудің өз арман ғой негізі. Енді мысалы сол жарқ етіп көрінудің өзі қаншама еңбек жатыр. Дұрыс айтасыз. Қаншама еңбек, мысалы кейбір әншілер бар, жаңағы осы хит болам дегенше, жарық көрем дегенше, ой, кабактарда, сондай жерлерде жанды дауыста гитарамен ән айтып, студияда азаннан кешке дейін 24 сағат отырып, мынау ән. Бірақ сол әншінің арманы осы халыққа, елге ona көңілінен шығып кетсеген деген ниеті болды. Көрдіңіз бе? Ал енді біз аламыз да ол нәрсені ана күйдім сүйдім деген әнің қазіргі жастардың сөздері жеңіл ғой, анау ғой деп кетеміз. Бірақ әншінің тарапынан ойлайтын болсаңыз, ол әнші мен осыларды құртуым керек, мен жоюым керек, оның санасын улауым керек деп шығармайды ғой. Көрдіңіз бе бұл жердегі? Ол әнді шығарардың алдындағы қаншама күн, қаншама түн, қаншама еңбек, қаншама тер жатқанын халықтың, мен көп жерде айтып, кейбір кезде анау жаңағы достарымызды жүрген кезде де естіп қалам ғой. Осы әнші болам ғой деймін дейді. Екінің бір әнші боламайды қазір. Тұршаны келген кезде. Рас қой. Әлгі өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді. Ол қалай таласқанмен, бәрібір оның өнері бар. Мысалға жаңағы таңдаушы халық қой. Иә, тойға барып, мысалға барып, ой, ана тойдан барып 500 мың теңге, 2 миллион теңге алады екен ғой. Ой, ана мен сонда 3 той орын, 1,5 миллион теңге. Әнші болып кете саламын. Көрдіңіз бе? Ол нәрсе мүлдем дұрыс емес. Енді ол қазақтың бәрібір екінші мақалы бар да, ұялмаған әнші болады деген сөз бар. Соған түсінік екі бөлек та. Бірақ енді мен жалпы көріп отырған тыңдармандарға, көрермендерге мен айтқым келетін сол. Дұрыс айтасыз. Енді халық айтса қалт айтпайды деп жатады. Халық таңдаушы. Әрине. Халық таңдайды. Сол халыққа да айтарымыз, енді дұрысынан таңдаңыздар. Дұрыс айтасыз. Рахмет сізге. Өнеріңіз өрге бассын. Қашанда халықтың алдында жүріңіз. Алланың алдында, халықтың алдында мәртебеңіз өсе берсін. Рахмет сізге.